100 матч, 22 гол, 33 нәтижелі пас. Оның өнері миллиондаған жанкүйерлердің жүрегін жаулап алды. Каталондық Барселонаның жаңа үміті Ламин Ямаль. Бапкерлер оны 50 жылда бір туатын талант деп атайды. Қазірдің өзінде Эль Классиканың тағдырын шешіп жүрген вундеркинд. Чемпиондар лигасында тарих жазып жүрген жас ойыншы. Бірақ бұл тек стадиондағы көрініс, ал алаңнан тыс жердегі жағдай мүлдем басқа болып барады. Камп Ноу қабырғаларында соңғы кездері 17 жастағы футболшының болашағына алаңдаушылық пайда болған. Европаның ең мықты клубтарының назарында жүрген испаниялық данышпан қасықтап жинағанын шелектеп төгуі мүмкін дейді кейбір дерек көздері. Алдымен соңғы ойындарына тоқталайық. Реалға қарсы Испания кубогының ақтық матчында Ямаль 2 нәтижелі пас шығарды, және бұл Барсаның жеңіске жетуіне ықпал етті. Қорытынды есеп 3-2. Ал сосын ол кәрі құрлықтың басты доп-додасы Чемпиондар лигасының жартылай финалында көзге түсті. Интерге қарсы өткен ойынның бірінші жартысында каталондықтар 2-0 есебімен жеңіліп жатқан еді. Дегенмен Ламин Ямаль ойын тізгінін өз қолына алды. Қанаттан орталыққа ойысып, айып алаңына басып кірді де әдемі соққымен допты қақпаға тоғытты. Бұл гол оның Барса сапындағы 100-ші ойынын нағыз мерекеге айналдырып, жанкүйерлерге үміт сыйлады. Ақыры каталондықтар қарсыластарына берілмей жартылай финалдың бірінші кездесуін 3-3 есебімен тең аяқтады. Матчтан кейін Интердің бас бапкері Симоне Инзаги Ямальға қатысты «Мұндай талант 50 жылда бір туады» деді. Бірақ алаңнан тыс жерде жағдай күрделі көрінеді деп жазады каталондық басылымы. Ямаль тым көп жариялылыққа бой алдырып барады. Барселонаны оның әлеуметтік желілердегі шектен тыс белсенділігі, футболға қатысы жоқ түрлі ойын-сауық жобаларына жиі қатысуы, сондай-ақ кейбір оғаш қылықтары, мысалы кубок үшін өткен ойын алдында аяқ асты имиджін өзгерту туралы шешімі секілді әрекеттері алаңдатып отыр. Реалға қарсы матч қарсаңында ол кенеттен шашын ашық сарыға бояп тастапты. Себебін Венгер қысқа әрі нақты түсіндірді. Үйде ішім пысты, бос уақытымды осылай жойдым деді Ямаль. Бұл мәлімдеме жанкүйерлерді ғана емес, клуб басшылығында таң қалдырды. Достар, футболшылардың бапкерлердің шулы мәлімдемелері, инсайдерлік ақпараттар, пікірлер, сараптамалар мен болжамдарды Спортпульс сайтында оқуға болады. Сондай барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, алдағы ойындардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол әлеміне толық ену мүмкіндігін пайдаланды. Каталония радиосының хабарлауынша, Барселонада Ямальдың мінез құлқында кейбір өзгерістер байқала бастаған. Мысалы, жақында ол өзімен суретке түскісі келген балаларды елемей кеткен, сондай-ақ футболшы матчтардан кейін сұхбат беруден жиі бас тартып жүр. Және Ханс Дитер Флик оны ауыстырған кезде футболшы ашық наразылық білдіреді екен. Бұл енді балалық емес, бұл құлдырауға апаратын жолдың басталуы болуы мүмкін. Ерекше алаңдаушылық туғызып отырған жайт футболшының әкесі Мунир Насрауидің әсері. Дерек көздердің мәліметінше ол ұлы Ламиннің кәсіби дамуына қарағанда өзінің көпшілік алдындағы беделіне көбірек мән береді. Бұл жағдай жас ойыншының мансабына кері әсерін тигізуі мүмкін. Клуб ойыншыны қолдауды жалғастыруда. Барселонада Ламин Ямальды негізгі жобалардың бірі ретінде қарастыратынын атап өтуде. Және жас футболшыны дұрыс бағытқа бұру үшін тиісті шаралар қабылдап жатыр. Клуб өкілдері оның жасындағы дамуға баса назар аударып, назарды басқа нәрселерге аудармаудың маңыздылығын жақсы түсінеді. Ямальдан айырылу болашақтан айырылу. Ол клубтың жаңа дәуірінің кілті. Сондықтан қазір басшылық бар күшін салып жатыр. Даму, психологтармен жұмыс, ортасын бақылау. Бірақ бұл жеткілікті ме? Ямальдың қазіргі бағасы 180 миллион евро. Бірақ оның ең үлкен құндылығы уақыт. Және дәл қазір ол қабылдайтын шешім. Ол аңыз бола алады. Немесе әлем футболының жаңа трагедиясына айналуы мүмкін. Жас Ламин қиындықтарға төтеп беруге дайын ба? Голдар, рекордтар, трофейлер бәрі қазірдің өзінде бар. Бірақ оған небәрі 17. Және ол таңдаудың алдында. Ламин аңыз жолын таңдай ма?
әлде белгісіздікке қадам жасай ма? Арнаға жазылып, пікір қалдыр. Видео Париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр.